Барлықтарына сәлем, бұл менің қазақша YouTube каналым. Мен Мәншүк Орынғали. Бүгінгі тақырыбымыз психология туралы. Оның ішінде мен жақсы көретін, бәріне айтатын мастер-кит методикасы. Өзім 2018 жылдан бастап қолданам. Кейбір уақытта мен тастап кеттім, бірақ осы жылдың февраль айынан бастап күн сайын қолданып жатырмын. Мен осы жақында бүгін ғана ойыма келген қарым-қатынас туралы, сіздің күйеуіңізбен қарым-қатынас туралы психологияны өз мысалымды келтіру арқылы сіздерге қызықты етіп айтып беруге тырысамын. Бұл тақырып менің тілектерім және күйеуімнің тілектері деп аталады. Тілектеріміз, яғни наши желания, орысша айтқанда, яғни біздің армандарымыз, тілектеріміз. Мен сізге мынандай қызық және де өмірде қолдануға болатын кеңес берейін. Бір дәптер бастап, немесе мен сияқты телеграмда өз-өзіңізге группа ашып, сол жерге өзіңіздің күйеуіңіздің тілектерін, армандарын жазыңыз. Күйеуіңіздің аузынан шыққан, көңіл күйі жақсы болып тұрған кезде, бір нәрсеге барам, бір нәрсені сатып алам, бір нәрсені істеймін деген кезде, тілек ретінде аузынан шыққан кезде, міндетті түрде естеріңізге сақтап, осы дәптерге телеграм группаға жазып қойыңыз. Неліктен? Бұл упражнениені жасау керек. Әрбір адамның өзінің жеке индивидуалды армандары бар. Егер сіздің күйеуіңіз таңертеңнен кешке дейін тыным таппай жұмыс істейтін адам болса, ал сіз балаларыңызды қарап үйде отырсаңыз, декретте отырсаңыз, әлде болса сіздің өзіңіз жұмысыңыз болса, сізде таңертеңнен кешке дейін жұмыста жүрсеңіз, тек кешке таман кездесесіздер, демалыс күндерін бірге өткізесіздер. Біз кейде тілектерімізді ашық, даусымызды шығарып айтамыз, кейде айтпаймыз. Мен мына концертке барғым келеді, мына нәрсені сатып алғым келеді, мына жерге демалуға барғым келеді деп айтамыз. Әйел адамдар өз тілектерін, армандарын ер адамға қарағанда ашық айта алады. Яғни сіздің жаңағы эмоцияларыңыз жабық болмаса, ашық болса, сіз айта аласыз. Ал ер адамдарға келген кезде, ер адамдар өздерінің тілектерін, армандарын күн сайын айтпайды. Олар іс-әрекет жасау арқылы өздерінің армандарына, тілектеріне қол жеткісі келеді. Кейде мүлдем айтпайды да. Бірақ олар өздері сөздің арасында, әңгіменің арасында өз тілектерін, ойларын айтып қояды. Сол кезде міндетті түрде жазып алыңыз. Неліктен? Біз өзіміздің, күйеуіміздің тілектерін, армандарын әйел ретінде орындауға көмектесуіміз керек деп ойлаймын. Егер сіздің күйеуіңіз өз армандарына қол жеткізсе, сізбен бірге, ол өзін бақытты сезінеді және жұмысына, күнделікті жасап жатқан жұмысына басқа көзбен қарап жұмыс істейді. Яғни тек қана сіз өзіңіздің тілектеріңізді ғана орындамай, өз күйеуіңіздің тілектеріне үлкен мән беру керек. Неліктен мен мастер-кит туралы айтып кеттім? Өйткені мастер-киттің ішінде 24 тренажер бар. Соның ішінде өте әдемі тренажер, орысша «Мои желания» деп аталады. Ол жерде сіз өзіңіздің бір арманыңызды қол жеткізбеген. Сол тренажер арқылы орысша прорабатывать етіп, өзіңіздің жаңағы желанияңыздың қандай екенін, кейбір адамдар өзінің армандарының не екенін тіпті білмейді және армандауға бостан-босқа уақыт өткізгісі келмейді. Өйткені олар мына мақалға сенеді, орысша мечтать не вредно. Яғни біз күнделікті өзіміздің күнкөріс, бала-шаға, жұмыспен жүрген кезде біз өз армандарымыз туралы мүлдем ойланбау да мүмкінбіз. Және армандардың ішінде де түрлі армандар болады екен. Дені сау армандар, яғни сізге, сіздің семьяңызға болатын армандар, және сіздің өзіңіздің жеке армандарыңыз, оны сіз ешкімге айтпайсыз және қорқасыз айтуға. Егер тіпті ол арманға қол жеткізсеңіз, сіздің жақын отбасыңыз, семьяңыз, өзіңіз қиянат табады деп ойлайсыз. Яғни ол жаңағы желание, орысша айтқанда нездоровое желание деп санайсыз. Сондықтан біз нездоровое желание дегенді, здоровый, дені сау дейді, орысша дені сау арманға айналдыру керекпіз. Және тренажер соған қол жеткізуге көмектеседі. Арманға қол жеткізуге көмектеседі және өзіңіздің закрытый желание дейді ғой, соны ашып, жақсы желанияға айналдыруға көмектеседі. Және мен айтқан мысал, күйеуіңіздің тілектеріңізді жазу, оны орындау өте сіздің араларыңызда қарым-қатынасты өзгертеді және өзіңіздің
күйеуіңіздің қандай тілектер, армандары бар екенін түсінесіз. Рахмет көп тыңдағандарыңызға. Комментария қалдырыңыз, міндетті түрде каналыма жазылыңыз. Барлық комментарияға мен өзім жауап беремін. Кездескенше.